Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Taala мақтау, пайғамбарымызға салават болсын. Бізден өткен барша момындарға Алланың рахмет жауған болсын. Құрметті мұсылман қауым, келе жатқан құрбан айтта Алла Таала құтты берекелі етсін. Біздің бүгінгі тақырыбымыз құрбандыққа шалынған малдардың еттері, және сол еттердің бөлінуі жайлы екен. Енді біз білеміз, бұл біздің мазхабта, Абу Ханифа мазхабында құрбандық шалу бұл уәжіп болып келеді. Аллах Таала фасоли ли роббика ванхар, Аллах Тааланың үшін намаз оқы, және Аллах Таала үшін құрбандық шал деген. Демек, құрбандыққа шалуы, құрбандық шалуға шамасы келген барша мұсылманға құрбандық шалуы міндет болып келеді екен. Оны біз білеміз, ол құрбандық шалынатын малдар, ол 4 түлік малдан беріледі. Ешкі, қой, қара ірі қара және түйеден. Түйе мен ірі қараны 7 адам ниеттері, құрбандыққа деген ниеттегі 7 адам қосылып бір ірі қара немесе түйе союына болады екен. Және бұл сойылатын малдар сол құрбан айт намаз оқылғаннан кейін ғана шалынады екен. Енді бұл жайлы көп жерлерде айтылып жатыр. Бірақ бүгінгі тақырыбымызға берілгені бұл еттерді қалай бөлеміз деген. Негізі Аллах Таала керегі бұл жерде қан шығару негізі. Бұл күндегі амал, ең үлкен амал құрбандық, бұл қан шығару. Яғни қан шығарғаннан кейін оның етін қалай бөлсе, адам солай өзінің бөледі. Көп жерлерде сол пайғамбарымыздан келген өсиеттеріне қарасақ, 3-ке бөлгені бұл дұрыстау болып келеді. Сол мал 3-ке егер бөлінетін болса, бір бөлігіні өзінің жанұясына алып қалады, екінші бөлігін көрші құлан ағайын туысқандармен айттық жасап, соны қазанға салып, бір жақсы отырыс дастархан жасауына болады. Ал 3-ші бөлігіні болса, оны жетім жесір, мұқтаж, болмаса басқа адамдарға таратып бергені абзал болып саналады екен. Және осы құрбандық малына таратып жатқан кезде көптеген сұрақтар болады. Бұл егер кішкентай мал болып қалатын болса, салмағы аз болатын болса, қаншаға бөлейін, 7-ге бөлейін бе, әлде 3-ге бөлейін бе, сол беріп жатқан малдың етін қанша адамға таратуым керек? Мысалы, сойған малыңыздың 20 килограммнан асқан болса, таза еті, мысалы 21 болса, 7 килограммнан түсет болса, бір бөлігін өзіне алып, бір бөлігін қазанға салып, ағайын туысқандармен дастарханға салатын болса, екінші бөлігін тарататын болса, сол қалған 3-ші бөліктен қалған сол 7 килоны ол қаласа 3-ге, қаласа 2-ге, қаласа жәулік беруіне, болмаса соның өзінде 7 бөлікке бөліп таратуына болады. Ол бөлінуінде ерікті. Міндетті түрде 3-ке бөл, 2-ге бөл, 7-ге бөл деген жері жоқ. Кім қаншаға шамасы келеді, міне сонша адамға беруге болады. Және бір мәселе бұл жерде құрбандық еттеріні жетім жесір мұқтаждармен қоса, жағдайы тәуір болған өзіміздің туысқандарымызға, ағайындарға, көршілерімізге, өзіміздің әріптестерімізге де беруге болады екен. Аллах Таала келе жатқан құрбан айтта құтты берекелі етсін. Баршамыздың Алла ниетімізді қабыл етсін.